Да, на всякий случай доброе утро, добрый день, добрый вечер. Адамдарда өте үлкен проблема немен айналысатынын білмейді, қандай жұмыс жасау керек екенін білмейді. Навязывать етуге болмайды да адамға. Адам бәрібір өзінің қандай екенін өзі жақсы сезеді ғой. Біз жастардың актуальный бойларын айтып тұрық қой. Мектеп бітірген түлектер ойлайды, инстаграмнан көріп алып 20 жасар Блогер блогерлар боламын. өзіңнің андай бриллиантовый таланттарың бар, соны қолдан давай деген сияқты сондай месседж ғой негізі. Менің Алланың қалауымен өзімнің уақытым бар, сызып қойған. Ол позитивті психология. Қазір менің ойымша осы адам жан-жақты болу керек деп ойлаймын да. Мен Аллахтың қалауымен аудио подкаст жасап жатырмын. Примерно определенный уақыттан кейін видео форматқа көшуге болады деген сөз. Мектеп бітіріп жатыр, немесе мамандық таңдап жатыр. Сол кезде тапсырса күшті болады. Басталды десе. Барлықтарыңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Есімім Мұхидин және Модern Толқын подкастқа қош келдіңіздер. Бүгін бізде қонақта Айгерім Байкен, AK Gallup тест разбор сайтының ханым. Сәлем, қош келдіңіз. Сәлем. Тыңдап отырған қайырлы күн, қайырлы кеш, қайырлы таң. Қай уақытта тыңдап отырғанын білмейсіз. Ана Джим Керридің сөзі бар ғой, фильмдегі всем, кто смотрит, соңында ана кетіп бара жатқан кезде. Да, на всякий случай доброе утро, добрый день, добрый вечер. Я сондай болып қалдым. Иә, солай. Біз, получается, дебаттан бері танимыз, да? Иә. Казатуға келіп тұратыныз. Арасында көретін том. И тоже ол кезде как бы жауап бер ретінде якобы танылып атқан кез ғой. То есть и тоже сен мен есімде сен ана жауап бердің админде сұрағаным есімде да. И сол кезде жауап берген еще болды. Есіні прям. Иә, и получается біз маған қазір сенің осы Gallup әлемдегі жаңағы разборлар и оны қалай жасайсың, осы 34 талант бес бай, қателеспесем. 34 таланттың примерно барлығына емес, просто кейбір жерлеріне тоқталамыз. Сосын өзімде Gallup тапсырдым тестін, и оны тоже экспертке разбор жасаттым, бірақ маған тоже техникалар берді, ол бірақ өкінішке орай істей алмай жүрмін. И тоже көп нәрсе бар айтылатын. И маған ең бастысы қазір қызық осы разбор, осы Gallup-ты саған, Gallup-ты сен қалай таныдың? То есть қалай осы есігін аштың осы Gallup-қа? Жақсы, негізі Gallup-ты мен шамамен 2021 жылы тапсырдым. Ол кезде Gallup енді шығып жатты, 2020-2021. Ол кезде хит болып жатты барлығында дегендей. Енді танылып жатқан кез ғой. Сол кезде мен магистратураны тамамдауға жақын болдым. Өйткені уже магистратураның екінші курсына оқып жаттым, қателеспесем. Сол кезде менде андай өзімде карьералық сұрақтар пайда болды да, бітірген соң мен қайда жасасам екен, қалай жасасам екен, кім болсам екен деген сияқты барлық андай университет бітіретін түлектердің проблемасы болады ғой. Сондай мен дипломды алдым, ары қарай не істеймін деген сияқты. Менде де сондай үрей болады ғой. То же самое, мектеп бітіргеннен кейін қайда түсем, қай мамандыққа, и бакалавр бітіргеннен кейін тоже не істеймін деген сияқты ғой. Иә, сондай проблемалар болады. Өте үлкен андай тревожность дейді ғой. Сондай адамдар жетеді сол уақытта, әдетте сол университет бітірген кезде, немесе жұмыс таңдау керек болған кезде. Сол кезде менде андай сұрақтарым көп болды өзімде. Сондықтан сөйтіп Gallup туралы естіп, көп интервьюларда айтылып жүрді. Естіп, бір күні тәуекел етіп, тапсырып көрейін, мүмкін пайдасы тиер деп, сол кезде өзіме тапсырып көрген болатын. Солай басталып кетті. Ал сенде қалай болды? Сен қалай тапсырдың, не үшін тапсырдың деген сияқты тоже. Мен получается былай болды, Аллахтың қалауымен умраға барып келдім. Алла тағаланы шақыртып алып, получается. И сол кезде Мединада, Меккеде жүрген кезде андай ойлар келе бастады. Так, Алла тағала берді шақыртуды, енді осы
қарқынмен дальше өзіңді алып кету керексің да. То есть саморазвитие, бел будың, ішің тазарып жатыр, жаның тазарып жатыр, сәйкесінше осы тазалықпен саморазвитиені жаңағы дальше алып кетіп, и тұлға болып қалыптасу тоже бір ой келді. И менде ең бірінші вопрос осы сол Гэллоп болды. Бірден опа, мен Гэллоп тапсырғым келіп жүр, потому что менде ортадағы командалар бар, и тоже сол Нарикби бар, и кім бар, в общем мен таныстарым барлығы Гэллоп тапсырған, жалғыз мен ғана ғой, получается. И сол сұрақ мазалады. То есть между собой әңгіме айтқан кезде де сен андай сенің ағылшынша болып там таланттардың номинованиясы, ал менде просто мен ағылшынша төмен болғаннан орысша не істеймін да, оқимын, тапсырдым и орысша результат алдым. И сенде контекст жоғары екен ғой, там или дисциплина төменге түсіп кеткен екен ғой деген сияқты бір андай таланттардың несін аттарын айтып отыр, бірақ мен оны түсінбей тұрмын да, ол неге үшін жауап береді деген сияқты темасына кіре алмадым. И потом сол умрада жүрген кезде тоже ойыма сақталдым, что келгеннен кейін құдай қаласа тапсыру керек деп. И тоже Гэллопты тапсырғаннан кейін мен примерно бір сағатқа жетпей тапсырып тастадым. 200 бірнәрсе сұрақ, қателеспесем. И сұрақтар еще чередоваться етілген, прикинь. Мен қайтадан сол сұрақтарға, жауап берген сұрақтарға еще жауап бересің. И еще ана сол жағындағы блок бар емес, не похож деген сияқты. Если соны таңдасаң, тоже сұрақ, бірақ сол сұраққа мен 3-4 рет жауап бергенім есімде, получается. И ответ шықты. И ответ шыққаннан кейін мен түсіндім. То есть андай ғой, сен таланттарыңды примерно іштей сезесің қандай екенін. И Гэллоп саған андай утверждающий ретінде қағаз ретінде шығарып береді, сен андайсың деп. И сөйтіп тапсырып разбор жасаттым. Енді разборға келетін болсақ, сен Инстаграм желісіне шығарып жатсың, сол разбор кәдімгідей жасап, адамдарға бір көмегін тигізіп жатқан бар да. И на этой основе менде тоже подкаст жасау керек деген идея келді сенмен. И енді разборды қанша уақыт істеп жатсың, и қалай келдің сол именно разбор жасауға? Былай болды, жаңағыдай мен де Гэллопты өзім үшін тапсырдым. Басында сұрақтарыма жауап алғым келді. Мен де результатымды алып, қолыма ұстап, бір апта жүрдім, не істесем болады. Өйткені ол кезде менде андай бір мақсат болған жоқ, бір адамға барып разбор жасату деген сияқты. Примерно мен басында болады ғой, тест ашып оқисың да, мен мынандайым топ екен, менде стратегия бірінші орында, мен стратегия екенмін ғой дейсің да, болды. Ары қарай жоқ. Инструмент қолдану деген жоқ қой. Оны қалай қолданамын, не істеймін деген сияқты сұрақтар болды. И бір күні Данияр Жігітбекті оқып жүрген кезім болды. И ол кісі айтты, вот мен Телеграм каналда бір курс сияқты, подкаст сияқты жүргізетін боламын, әр талантты разбирать ететін боламыз деп. И мен ойладым, лучше мен осылай, чем біреуге разборға барғанша өзім оқып алған жақсы емес па, көбірек түсінетін боламын, қалай жұмыс жасайтын деген сияқты. Менде сондай болды. Кейін түсіндім, менде просто learner деген талантым, оқып үйрену талантым менде екінші орында. И маған негізі сондай нәрсені оқып үйреніп алған жеңілірек, өте оңай да мен үшін. Сондықтан сөйтіп сол курсқа жазылдым. Курс болғанда канал болды. И сөйтіп әрбір талантты жеке примерно 1,5 айдай разбирать еттік. Содан кейін менде андай басында мен таныстарым тапсырды, солар хабарласып не істейтін. Мен басында болады ғой, андай ой сен талантың мынандай екен, былай істесең жақсы болады деген сияқты болып жүрді. И осы жылы қателеспесем, шамамен 3 жылдай уақыт мен жай ғана солай таныстарым Гэллоп тапсырса, осылай істеңіз деген сияқты андай советтер беріп жүрдім. И осы жылы менің бір құрбымның танысы Гэллоп тапсыратын болды. И сол құрбым айтты, давай сенің қолынан келеді ғой, мы же тебя рекомендуем, давай кәдімгідей разбор жаса деген сияқты қылып совет айтты. Содан бастап сөйтіп разбор темасы басталып кетті. Бірақ мен айтайын, андай көп андай разбор жасап, рекламировать етіп болады жасамаймын. Маған көбіне мысалы біреу разборға келсе, өзіме ұнаса келесі адам рекомендовать етсе. Сарафанный радио ғой. Иә, сол адаммен келгені маған более андай өзіме жақсы да, өйткені мен андай реклама жасап, мен күшті жасаймын келіңдер емес, шынымен адам сеніп, өзі қалап келгені намного жақсырақ деп ойлаймын да. Вот солай сөйтіп шамамен басталып кетті.
примерно қанша разбор жасадың өзің? Негізі 40-қа таяп қалды осы жақында. 2 разбор жасағам, сонымен шамамен 40-тың ол жақ бұл жағы. Ол қандай саланың адамдары саған келетін разборға? Негізі өте әртүрлі саладан келеді. Студенттерге де негізі студенттер көбіне гэллап тапсыра бермейді ғой, өйткені ол тесттің өзі біршама ақша тұрады. Ол шамамен там $59. Бірақ олар жаңағыдай сұрақтармен келеді, мен осында таңдап жатыр едім, не істесем болады деген сияқты ақылдасады. Сол кезде мен былай консультация сияқты айтам, былай істеп көр, қазір қандай мамандықты оқып жатырсың, практика өт, стажировка өт деген сияқты ақыл кеңестер айтам. Кейде вот студенттер көбіне келеді, универ бітіріп жатырмын, не істеймін деген сияқты. Одан кейін кәдімгі жұмыс істеп жүрген мамандар, мен ары қарай өскім келеді, бірақ қолымнан келмей жатыр, не істесем болады деген сияқты. И бизнеспен айналысатын адамдарға да разбор жасадым. Бір 5-6 или 10 шақты бизнеспен айналысатын адамдар разбор жасадым. Олардың запростары басқаша, олар там қандай партнер керек маған деген сияқты, командамды қалай жинаймын деген сияқты сұрақтармен келеді. Сонымен осылай. Разбор менде мынандай болды да, разбор жасаған кезде мен түсіндім, что менде топ таланттар бар екен, и антитоп бар екен да, получается. Менде топ ең бірінші генератор идеи, ең біріншісі. Сосын қазір мен ашып қарайын. Разбор жасайды. Не ма, осылай отырып әңгіме айтып разбор ма? Этот қазір мен тауып алайын, бір минут. Бірінші талант тоже топ генератор идей, потом екіншісі взаимосвязанность дейді, үшіншісі эмпатия, төртіншісі убеждение и убеждение экзактиктің фиолетовый убеждение. Качество. Мен ағылшынша емес менде. И потом индивидуализация, алтыншысы, жетіншісі стратегия, 8 контекст, 9 отношения, 10 приспособляемость дейді. То есть adaptability. И мен түсіндім да, то, что менде жұмыста да андай идеялар шығып қала береді. Өзім Нарик бидің мысалы подкасттарында кейбір идеялар қосам, жаңағы осындай сұрақ қойып көріңіз, немесе давай осындай контентті өзгертіп көрейік деген сияқты. И тоже оқырмандар біле білсе, мен Каспий банкта жұмыс істеймін, ақпараттық қауіпсіздік бөлімінде. И тоже сол жақта пиар етіп жатсаң. Сол жақта мен тоже өзімізге жұмысқа қатысты бір-екі идеялар тастадым, соны жаймендеп андай қолда айтсам екен, задачаға алынды, естелім жатыр ғой. То есть мен түсіндім да, то, что идея маған шығару немес проблема жоқ екен. И потом relation building'та менде примерно 5 талант тұр екен да, жаңағы эмпатия, взаимосвязанность, развитие, отношения деген сияқты. И мен адамдар сезе алады екен, оказывается. То есть мен поэтому дауыс интонациясынан, қас қабағынан ана нені көріп бердім, обмани меня деген доктор Лайтман деген сияқты. Там получается сериалда көрсетеді да, типа сен алдап тұрсың, сен микромимикаңа қарап, типа сондай қимылыспен адамдар тоже сезеді и қарайды. И менде сондай бір кішігірім бір құдай өзі кешсін әулие қасиетім бар да, енді адамдарды сезу. И получается, и мен тура запроспен келдім, что будем делать деді маған. Давайте антитоп таланттарды развивать дейік, потому что мен топпен өтак жұмыс істеп, күнделікті өмірде қолданып жатырмын топты. Маған лучше антитоп таланттар жұмыс істеген дұрыс деп шештім. Сосын жаймендеп сол антитопқа біз сол 5 жаттығу берді, инструменттер, там кітап и дополнительный кітаптар берді, материалдар. И сенің тарапында мысалы сен разбор жасаған кезде
каждый адамға индивидуально бересің ба, то есть техникаларды, или примерно разбордың ана мысалы болады кейбір адамдар, мысалы 10 адамның примерно 4-5 бір-біріне жақын, и на основе этого сен бір техниканы бересің деген сияқты ше. И то есть сұрақ в том, что разбордан кейін қандай жаңағы техникаларды бересің? Менде былай, әр адам негізі өз талантына қарай разбор жасайды. Мысалы, сен қандай талант болса, сен соған сәйкесінше разбор жасайсың басқа адамға. Менде разбор жасауға көмектесетін таланттар, ол бірінші орында стратегия, одан кейін инпутым жоғары, өте көп информация жинаймын, көп интервьюлар қараймын, мына кісі талантын былай қолданып жатыр екен деген сияқты көп ақпарат жинаймын, жаңағыдай оқимын деген сияқты. Сосын менде футуристик таланты бар, жасыл блокта орналасқан, жаңағыдай болашаққа қатысты талант болады ғой, адам потенциалын көру деген сияқты. И жақсы коммуникация бар, коммуникейшн таланты сары блоктағы. И осы таланттар қосылып, жаңағыдай адамның қарап, мысалы айттық қой, топ таланттар бар, и төменде орналасқан жаңағыдай антитоп таланттар бар деген сияқты. Соларды вот стратегиямен қалай дұрыс қолдануға болады. Мысалы, мына талант пен мына талант қосылғанда мынандай комбинация береді. Сондықтан осымен жұмыс жасау керек деген сияқты вот рекомендациялар айтылады. Айтамын. И вот сол жаңағыдай таланттарына қарап, потенциалына қарап, осы мамандықты, осы бағытты көріңіз деген сияқты сондай рекомендациялар беремін. Бірақ андай қалай более твердый сенімдер бар, мысалы сенімдер болғанда, мысалы там позитивити төмен болса, всегда позитивитимен жұмыс жасауға кеңес беремін. Өйткені ол өте адам өмірін жақсартатын талант та негізі, жаңағыдай жақсы ойлау, шүкіршілік етуге қатысты талант негізі. Мысалы сондай общий рекомендациялар бар, және де бәрібір ол индивидуальный разбор ғой. Әр адамның жаңағыдай, мысалы сізде ideation топта болса, оны там қалай қолдануға болады деген сияқты. Мысалы жеке-жеке ол рекомендация берілетін заттар, ол типа барлығына бірдей өкінішке орай жұмыс жасамайды. Сондықтан да разбор ғой. Мысалы қара, біреу келіп тұр разборға, и ол просто тапсырды, и осы тестпен дальше не знает, не істеу керек екен. И сен ол адамның бойын қалай анықтайсың, имеется в виду тапсырды, то есть менде четкое понимание болды, что мен антитоптармен жұмыс істеу керек екен бірден. Ал ол адамда андай білмейді да қандай таланттарды дамыту үшін. И сенде сол моменттерде қандай действие жасайсың? Негізі бұл екі сұрақтың бір-біріне байланысты заты. Бірінші, гэллопты қашан тапсыру керек деген сұрақ қояды адамдар, қай кезде тапсырайын, менде бәрі жақсы, бірақ просто өзім білгім келеді деген сияқты сұрақтар қояды. Негізі мен айтамын, гэллопты андай сен қажет етіп тұрған кезде тапсырған дұрыс та. Жаңағыдай мен мындай алмай тұрмын, менде мындай проблема болып тұр деген сияқты. Өйткені негізі адам саморазвитие ради саморазвитиямен негізі айналыспау керек. Сен андай бір бағытың болу керек, не үшін жасап жатсың деген бір понимание болу керек та. Андай жай ғана андай ешқандай эффект бермейтін жұмыспен айналыспаған жөн деп ойлаймын өзім негізінде. Мысалы, кейбір адамда мысалы гэллоп туралы қажеттілік болмаса, андай мен мына проблемамды шешкім келеді, өзімді лучше білгім келеді, осы сферамды шешкім келеді деген нақты проблема болмаса, ол адам тестті просто тапсырып, просто біліп, онымен ештеңе жасамай өмір сүре беруі мүмкін да ары қарай. Сондықтан желательно бір нәрсені шешу үшін тапсырған дұрыс. И екінші, жаңағыдай разборға келген адамнан сұраймын деп, бәрі жақсы ма, қандай нәрсе мазалап жүр, запросың қандай деген сияқты мен сұрақ қоямын міндетті түрде. Әйтпесе жай ғана талантты былай разбирать етіп беріп, болды деген андай түсініксіз адамдарға ары қарай не істеуім керек, қай проблеманы шешіп жатыр деген сияқты сұрақтар қалуы мүмкін да. Сондықтан міндетті түрде сұраймын, қандай мысалы жұмыста ма, карьерада ма, коллегалармен ба, жеке өмірінде ма, мысалы қай проблеманы шешуге негізі тапсырып жатыр бұл адам деген сияқты сұрақ қоямын, и соған сәйкесінше разбор жасаймыз. Шамамен солай. Разбор, мысалы, цикл қалай өтеді сенде? Допустим, менің тарапымда разбор былай өтті. Топқа не істедік, топтың таланттарын разбирать етедік. Потом средний түсіндіріп кетті, сен осындайсың ба, сен бұндайсың ба деген сияқты фильтр кетті сол таланттарға байланысты. Потом антитопқа уже көштік та. То есть примерно бұл разбор, мысалы, менде сағат примерно общий
6 5,5 сағат алды. Өте ұзақ болған екен. Иә, то есть ол кісі сөйтіп жасап берді да маған разборды, то есть жасап бергенде сөйтіп жасайды екен, то есть полностью кіреді таланттарға, и сол таланттардың жаңағы определенный мысалы ситуация, мысалы жаңағы генератор дей ма, немесе там эмпатия ма, сенде осындай ситуация болды ма, или осындай сұрақ, в общем сол таланттарды ситуацияға бүйтіп айналдырып қойып уже определить етіп алады да. И сенде мысалы разбордың циклы қалай жасайсың, допустим келді сағат бір примерно түскі осындай бір 2-де бастадыңдар, и примерно қалай өтеді демейді сөйтіп жаңағыдай. Ну, бірінші, жаңағыдай жалпы гэллоп туралы білетін болса, жалғастырып разбор жасап кетемін. Егер гэллоп туралы ақпарат білмесе, кішкене айтып өтсем. Өйткені әр адамның тоже талантына байланысты. Bir адам тапсырса да сенбейді, мысалы, деген сияқты да. Аналитикасы жоғары адамдар жаңағыдай қанша разбор жасадың деген сияқты сұрақтар, подтверждение іздейді да. Әр адам өзінің несіне қарай, талантына қарай сұрақтар қояды. Мысалы, self-assurance жоғары адамдар, мен негізі өзімді білемін, бірақ просто тағы білу үшін келдім деген сияқты қылып айтады. Мысалы, сол уақытта уже понятно, когда разбор жасап бастаған кезде қай адамға қандай сұрақ қою керек екенін бір қарағанда негізі түсінесіз. Мысалы, көп блоктың таланттары болса, олар там көбірек сөйлескісі келеді, көбірек жаңағыдай басқа адамды да раскрывать еткісі келеді, түсінгісі келеді, танығысы келеді деген сияқты сондай моменттер болады да. Вот примерно басы осылай болады. Одан кейін топ 10 талантты әрқайсының жеке-жеке жаңағыдай жақсы тұстарын, немесе дұрыс басқармаған кезде, ол талантпен дұрыс жұмыс жасамаған кезде не болуы мүмкін деген сияқты да, соның барлығын айтып өтем. Одан кейін 11-ден 30-ға дейінгі таланттарды жалпы топ сияқты емес, более қысқаша жалпы не үшін жауап береді, қандай комбинацияда жұмыс жасау мүмкін деген сұраққа жауап беремін. И уже соңында тұрған таланттар, топтағы таланттармен егер комбинацияда жұмыс жасап бір басқаша эффект беретін болса, сол туралы сөйлесеміз. Егер жаңағыдай кейбір таланттар болады ғой, төменде тұрса да қатты ол андай адамның өз-өзін жақсы сезіміне мүлдем әсер етпейді. Мысалы, инпут төменде болса, адам көп информация оқымаса да нормально өмір сүре алады деген сияқты да. Ондай таланттарға қатты акцент бермейміз. Жаңағыдай расымен де әсер ететін таланттарға более детально разбор жасаймыз. И жалпы рекомендациялар береміз сонда. Мынаны көріңіз, мынаны көріңіз деген сияқты. Шамамен осылай. Ал уақыт жағынан ең қысқа разборым 1,5 сағат болды. Ал ең көбі бір 4,5 сағаттай болған шығар. Ну, бірақ адам запросына байланысты, мысалы, сұрақтарына байланысты, кейбір сұрақтарды ондай более ашып жауап беру керек та, сол кезде көбірек уақыт алады. Сол разборда мысалы андай болады ғой, минустарын айтасың ғой адамға, кейбір кезде эгосына тиіп кететін моменттер бола ма? Эгосына тиіп кетпейді негізі, эгосына тиетін қылып айтпайсыз ғой негізі разбор жасағанда. Бірақ кейбір адамдар болады, жоқ мен негізі ондай емеспін деген. Сол ғой, айтқым келген. Типа отрицание кетеді ғой. Иә, отрицание айтуы мүмкін. Бірақ мен ондай жағдайларда да айтамын да, негізі осындай гэллоп деген ол қатып қалған тест емес қой. Міне сенің гэллопың, значит сен сондайсың деген сөз емес та. Ол бар болғаны адамның 60% талантын көрсетеді жаңағыдай. Қалған 40% ол бәрібір адамның ортасына, тәрбиесіне, қандай жұмыс жасайтынына, құндылықтарына байланысты да. Андай гэллопты алып, ол менің өмірім правиласы, немесе осы бойынша өмір сүруім керек деп оны андай маңыздылығын үлкейтпеу керек та. Ол жай ғана өзіңді тануға, әрі қарай жұмыс жасауға арналған инструмент, жай ғана мен былай жасасам, былай болады екен ғой деген сияқты. И сондай кезде айтамын, кейбір адамдарда болады. Мен негізі тапсырып беремін, мен позитив етемін, что-то 25-те тұр, бірақ мен ондай емеспін деп айтады да. Бірақ бәрібір разборды бүйтіп ашып қарасаң, ол позитивити деген адамның позитивті ойлау таланты ғой. Мысалы, бірдеңе өміріңде болмай қалса, сен бірінші жақсы ойлайсың ба, или жаман болады деп ойлайсың ба деген сияқты. И былай ашып қараған кезде ол адам негізі шынымен бірдеңе болған кезде бірінші жаман ойлайды екен. Сосын барып қана жаңағыдай біраз уақыттан кейін өзін андай убеждать етіп позитивқа келеді екен да. И сол үшін ол адам ойлайды екен, мен позитивім жоғары деген сияқты. Сондай вот ерекшеліктер болады, бірақ көп жағдайда енді
90% тура келеді адамның жаңағы табиғатына, өзінің мінез құлқына келеді да. Бірақ сондай моменттерде айтамын, если прям олай болмай жатса, то ештеңе етпейді, жарайды дегенде қылып не істеймін. Өйткені бәрібір андай ғой, навязывать етуге болмайды да адамға. Мысалы ол там шынымен өзім позитивнімін деп ойлап тұрса, егер шынымен позитивный болса, енді бір ошибка болды ма, бір сұраққа дұрыс жауап бермедім ма, не знаю, 3 сұрақты там басқаша жауап беріп жүрдім ма, мысалы білмейміз да. Сондықтан андай навязывать етпеуге тырысамын да. Жоқ, сен позитивный емессің деп айтуға болмайды да негізі. Өйткені адам бәрібір өзінің қандай екенін өзі жақсы сезеді ғой. Бірақ жаңағыдай жоқ, мен ондай емеспін деген адамның өзін бүйтіп ашып қараған кезде бәрібір сондайға келеді да. Просто басқаша түсінген болып шығады соңында. Сен өзің разборды кімге істеттің? То есть содан разборды істетіп болғаннан кейін сол техникаларды қолданып, содан кейін тағы жарты жылдан кейін тапсырып не болды ма? Разница болды ма? Или тапсырмадың ма екіншісін? Жоқ, мен екінші рет тапсырған жоқпын. Тоже сондай сұрақ қояды. Екінші рет тапсыру керек па ГЛП деген сияқты. Көбісі ойлайды жаңағыдай мен тапсырамын, там жарты жылдан кейін тапсырып алып, қайтадан күшті болып кетемін деген сияқты ше. Так, мен талантымды былай көтеріп аламын деген сияқты ойлайды. Негізі шынында ондай емес, өйткені таланттар жұмсақ таланттар болып бөлінеді, қатты таланттар болып бөлінеді, және ол адамның фокус қойып жұмыс істегеніне байланысты. Мысалы, адам мақсатты түрде мен там не знаю, өрнірімді үлкейткім, жоғарылатқым келеді, сонымен жұмыс жасағым келеді, жақсы жағын қолданғым келеді деген сияқты мақсатты түрде там жарты жыл, бір жыл жұмыс жасап тапсырса, то жаңағыдай результат өзгереді мысалы да. Немесе менде андай relationship building'да көп талант болған жоқ, бірақ мен содан кейін осы тестпен жұмыс жасай бастадым, адамдармен көбірек жұмыс жасай бастадым, разбор жасай бастадым деген сияқты да. И примерно там 1,5-2 жылдан кейін ғана ол бүйтіп өзгеруі мүмкін. Бірақ оның өзінде де ол айтарлықтай өзгеріп кетпейді. Мен түсінемін, мысалы мен 2021-дегі результатым мен қазіргі результатым өзгереді. Мысалы да, таланттарым уже орнын ауысады, өйткені мен де есейдім, құндылықтарым өзгерді деген сияқты да. Бірақ жалпы андай өзің таныған кезде сен оны түсінесің, бір қажет болып тағы бір не істеген кезде тапсырып көруге болады. 1,5-2 жылдан кейін, но бір 6 ай емес точно. Өйткені оған кәдімгідей уақыт керек. Тоже жаңағыдай айттым ғой, бір қажет болып тапсыру керек та адам. Сондай болса өте эффективті болады. Шамамен солай. Бір кішігірім факт бар. ГЛП-те екінші рет бір аккаунтпен тапсыра алмайтынын білесің ба? Мен оны көрмеппін. Жоқ, ол былай ғой. Мысалы сен өзің аккаунтпен тапсырдың. И получается дальше саған досып жоқ екінші рет тапсыруға. Именно сол аккаунтпен. Жақсы, түсіндім. Значит, екінші рет ашып қайтадан екінші рет по новой аккаунт ашасың и сосын тапсырасың. То есть менің ойымша жаңағы сол жақтың ғалымдары ойлайды екен, что таланттар вообще өзгермейді. То есть қатып қалған талант сол бойынша қатып қалады деген сияқты. И мынандай бір кішігірім сұрақ болып тұр. На психология ғой тоже ГЛП. И бұл андай психологтың консультациясы сияқты болып кетпей ма кейбір кезде? То есть сұрақ қояды. Негізі екеуі сұрақ қояды жаңағы кісі мысалы. И на этой основе сен сол таланттармен бірге жауап бересің да. То есть менде сол разборда болған кезде прям мен даже табу әңгімелерді ашып айттым. То что даже в целом үйдегілері білмейді. Туысқан, жекжат, туыс, тамыр, дос деген айтпайтын дүниелерді мен уже іште морально айтып дайындалып келіп айттым. И маған четкий бір не берді, ответін берді, имеется в виду жаңағы техникалар, сосын сезім бойынша сұрақтар қойдым. И мен айтқым келген сол психологияға қатысы бар ғой, мен түсінгенім бойынша осы ГЛП-тың. Мындай ғой, ГЛП негізі өзі психометрический тест жалпы. Ол жаңағыдай таланттануға қатысты тест болғанмен, ол бәрібір психометриялық тест болып саналады. Даже MBTI тест тапсырады ғой, адамның там типін көрсететін тест, ол да психологиялық тест болып саналады. Мысалы, мен өзім магистратурада
менеджмент және бизнесті басқару деген мамандық бойынша оқыдым Сүлейман Демирел университетінде. И бізде кәдімгідей жаңағыдай психология, лидерство деген сабақтар болды. Кәдімгідей бір семестр бойы сол адамның таланттарының, оның басшы болуына қалай әсер етеді, қалай менеджер болады, қандай менеджер стилін ұстанады деген сияқты сондай дисциплиналарды өттік. Гэллоп ол реально психометриялық тест, MBTI сияқты. Просто Гэллоптың несі позитивті психология ғой. Мақсаты мысалы не үшін топ таланттарды бүйтіп жандырып тұрып көрсетеді, бірінші талант осындай, екінші талант. Қызық. Қалғандар серый ғой, дым андай бір күн түспей қалған таланттар сияқты. Гэллоп ол позитивті психология, яғни қалай сен өзіңнің топта тұрған таланттарыңмен жұмыс жасап, оларды дұрыс қолдансаң, өмірде де, жұмысыңда да үлкен жетістіктерге жете аласың. Соларды просто қалай қолдану керек деген сұраққа жауап алу негізі тесттің мақсаты. Сондықтан ол тікелей адамның психологиясына қатысты, жаңағыдай кейбір таланттармен жаңағыдай рухани жұмыс жасау керек деген сияқты да, сондай моменттер болады. Ал не үшін позитивті психология дейміз, өйткені қазіргі таңда көп адамдарда андай проблема болады да. Басқа адамның қазір мысалы әлеуметтік желілер көп, адамға әсер ететін инструменттер көп та, жаңағыдай санасына, ойына, мысалы әлеуметтік желі көбейген сайын адамдардың өзін басқа адамдармен салыстыруы өте жоғары болып кетті. Салдарынан адамда тревожность өте жоғары болып кетті да. Мен жасым мынандай, мұндай жетістікке жетпей жатырмын деген сияқты. Салыстырып кетеді ғой. Салыстырып, одан кейін адамдар өздерін жеп кетуі мүмкін да. Ал Гэллоп наоборот көрсетеді да, жоқ, ол адамның 5 таланты сондай, условно там жоғарыда тұрған. Сондықтан ол сондай жетістікке жетіп жатыр. Бірақ сен басқашасың, сенің путь успеха дейді, жетістікке жету жолың мүлдем басқаша, соны қабылдап, сонымен жұмыс жаса деген месседж да негізі. Адамдар Гэллоптан кейін сондай не алу керек сияқты. Разбордан кейін сондай ой түю керек та. Менің айналдырған 10 талантым бар топта тұрғанда, мен адамдармен жақсы қарым-қатынас құрады екенмін, сонда мен күшті идея генерить еткенмін деген сияқты. Мен соны қалай қолданып өзімнің жетістік жолымды тапсам екен деген сұраққа жауап алу ғой негізі. Сондықтан ол бәрібір психологияға қатысты, и ол позитивті психология. Не үшін мен айтамын жаңағыдай позитивті жоғарылату керек деген сияқты. Өйткені ол адамның жаңағыдай өмір сүруін, качество жизнін жақсартады да. Или там компетишнмен не үшін жұмыс жасау керек деп айтамыз. Өйткені ол адам басқа адамдармен өзін салыстырып, өзінен минус іздемегенін қалаймын деген сияқты да. Сондай плюстарын алуды мақсат қылып қойса, өте күшті. Сол мақсатпен тапсыру керек деп ойлаймын. Өйткені жаңағыдай ғой, мектеп бітірген түлектер ойлайды, инстаграмнан көріп алып, 20 жасар блогер боламын. Сатып алыпты, ата-анасына мынандай машина алып беріпті, әлемнің миллионерінде болып қайтты деген сияқты көреді да, сонымен салыстырып загоняться етіп қалады негізінде. Ал Гэллопта не деп айтамыз? Жоқ, сен өзің талантыңа қарасайшы, сен деген өзіңнің бриллиантовый таланттарың бар, соны қолдан, давай деген сияқты. Сондай месседж ғой негізі. Еще андай ғой, мысалы кәдімгі инстаграмды қарайсың, жарайды блогерлер мамасына, папасына машина алып беріп жатыр, или там путевка сыйлап, немесе там тоже болады менде ондай ойлар. Мен даже прям қатты емес, средний загоняться етемін да, мен сәл жабылып қалатын бар да, үйдегілермен контактіге шықпай деген сияқты. Или звондаған кезде мен сәл суық жауап беремін, сосын асық тұрмын деген сияқты бір кейбір кезде сылтаурататын бар да, потому что реально тоже загоняться етесің. И ол еще мен сосын тоже ол кездері ғой, ал қазір мен түсінемін да, менің Алланың қалауымен өзімнің уақытым бар, сызып қойған. И сол әркімнің тоже өзінің уақыты, и сол уақытпен мысалы дамып жүр, алып жүр. И менің ойымша тоже былай өзін жеудің де қажет деп ойлаймын, өзін жеген сайын и депрессияның ар жақ бер жағына кетіп қаласың ғой. То есть мынандай сұрақ болып тұр. Қазір мысалы примерно 42 разбор жасадың ғой, плюс-минус, қателеспесем. Жоқ, жақындап қалды примерно 40 адам. Ең актуальный адамдардың қандай? Ең актуальный, мен де осындай деп тұр. То есть қазір біз мысалы біз жастардың актуальный бойларын айтып тұрық қой.
өз өзін инстаграмға қарап салыстырады, тиктокқа қарап деген сияқты. И ал қазіргі индивид адамдардың тоже ең актуальный болы қандай болып тұр? негізі ол разбор жасаған адамдардың сегментіне де байланысты шығар, бірақ негізі мен байқаған көп адамдар негізі мамандыққа байланысты, направлениеға байланысты, негізгі болі сондай. Реально біздің енді бәріміз сол бір образованиені алдық қой, негізі мектепте плюс-минус барлығы бірдей білім алады, университетте тоже бірдей білім алады, бірақ өкінішке орай мен байқағаным адамдарда өте үлкен проблема немен айналысатынын білмейді, қандай жұмыс жасау керек екенін білмейді, немесе алғашқы жұмысқа қалай тұру керек екенін, типа инструменттер аз да, қалай жасалатынын, не жол бар екенін андай көп айтылмайды. Сол үлкен проблема деп ойлаймын негізі. Сондай сұрақтар қояды негізі, мысалы мен мынандай оқу оқыдым, ары қарай қалай жұмыс істесем болады. Немесе мен мамандықты оқыдым, бірақ ол маған ұнамайды, мен грант болған үшін оқып шықтым, ары қарай не істейтінімді білмеймін деген сияқты сондай сұрақтар болады. Сол негізі үлкен проблема. Грантқа түскеннің өзінде мысалы ол сенің қалауың ба или ата-анаңның қалауы ма деген сияқты ғой. Сосын тоже грантқа түскен осы моментте де әртүрлі екен да адамдарда. Мысалы self assurance жоғары адамдар болады, өзінің шешімінде до конца тұрып өзім шештім осылай болады деген. Ол адамдар негізі көп жағдайда өзіне ұнайтын мамандықтарды таңдайды екен да. Ал мысалы жаңағыдай қатты self assurance жоғары болмаса, ата-анасының ықпалы жоғары болса, сол кезде ол адамдар жаңағыдай ата-анасы айтқан мамандықтан алуы мүмкін. Мысалы сондай көп байқадым. Көбіне сол негізі мамандық таңдауға байланысты ғой. Даже мен өзім мысалы IT компанияда жұмыс жасаймын, PR менеджер болып. Қандай? Негізі атын айтамай ақ қояйын. Бірақ мемлекеттік қызметтерге қатысты IT компания. И енді мындай министерствомен тығыз жұмыс жасаған соң білеміз да, негізі көп программалар бар, негізі мысалы условно IT-ді оқып алып, мысалы техорда сияқты грант бар, оны оқып ары қарай там стажировка, практика өтіп жұмысқа тұруға болады деген сияқты ақпараттың өзі университет оқитын студенттер білмейді мысалы. Хотя олар тоже Астана, Алматыда оқиды да. Андай возможностьтер туралы өте аз ақпарат, мысалы тіпті мен өзім университет оқып жүрген кезде ол туралы бізге ешқандай куратордан, мұғалімден мысалы айтпаған екен да. Или алғашқы карьераны, алғашқы жұмысты табу үшін бірінші практика өту керек, стажировка өту керек, андай жақсы компанияларға практикаға бару керек деген заттың өзін андай маңыздылығын көрсетпейді екен да адамдарға. И сосын олар жаңағыдай алғашқы жұмысын табуда қиналып қалады мысалы. Сондай моменттерді де жиі кездестіремін. Тоже мен байқадым сторисыңнан сенің тоже бір IT-ге қатысты ар жақ бер жағында жүр екенсің да. Имеется в виду жаңағы сөзің аузыңда. Потому что Алматыда тоже бір IT-ға байланысты конференция болды. Форум болды. Форум болды. И Астанада тоже болды, қателеспесем. Сенің енді мамандыққа келдік қой, сен бакалавр қандай бітірдің мысалы? Вот мен бакалаврда мен техникалық мамандық болды. Сондықтан мен қазір осылай жұмыс жасап жатырмын деп. Менде бакалавр техникалық мамандық болды, бірақ жаңағыдай ғой, мне осындай сұрақтар қояды. Мен техникалық мамандықта оқимын, бірақ онда өзімді қатты көрмеймін, не істесем болады деген сұрақ қояды мысалы да. Сол кезде мен айтамын, қорықпай магистратурада басқа направлениені таңдап оқып көрген дұрыс. Егер шынымен түсініп тұрсаң, что сен ол мамандықпен жұмыс жасамайтын болсаң. Бірақ бізде қалай жасайды? Бізде бакалавр бітіреді, бірақ ол мамандықпен жұмыс жасауға мүмкін. Бірақ магистратураға грантқа түскісі келеді да, сол мамандықты таңдап түсіп тағы 2 жыл оқып алады. Былай қарап тұрсаң, ол адамның 2 жылы да ол біраз уақыт қой, оның өмірі ғой. Былай қарап тұрсаң 2 жыл деген андай студент кезде оған мән бермеуі мүмкін. Адам 2 жыл деген, ладно, там главный грантта оқып аламын, деген сияқты да. Үлкен ересек адам тұрсаң ойлап қарасаң, 2 жыл адамның біраз өмірі негізі. 2 жылда, не знаю, бір карьера жасауға болады деген сияқты да, не знаю, шетелде магистратура оқып келуге болады, мысалы ретінде айтып жатырмын да. Сондықтан сондай шешімдер қабылдана салады да, бірақ оны да алып ары қарай не істесем екен деп ойланады. Менде сол
университет бітіріп жатқан кезде мен түсіндім, дәл қазіргі моменте мен өзімді прям андай техникалық жұмыс жасайтын маман есебінде көрген жоқпын деп ойладым да. Содан кейін сөйтіп магистратураға более гуманитарный направлениеде оқыдым. Жаңағыдай менеджмент және бизнес басқару деген, және жаңағыдай разницасында тоже оқыдым. Өйткені бір мамандықтан екінші мамандыққа ауыстырғанда разница болады міндетті түрде. Сабақтардан, дисциплинадан сөйтіп қорғап оқып шықтым. Шамамен солай. Осы Ал қазіргі мен жұмыс жасап жатқан жұмысым больше андай екеуінің де қосындысы сияқты да. Мен IT-ді да түсінемін, жаңағыдай больше гуманитарлық жағынан да жұмыс жасай аламын, и соның қосындысында примерно осындай направление шықты деген. Примерно солай болды. Негізі мен өзім таланттарымда келетін. Мысалы, Gallup тапсырғаннан кейін DCG report деген болады ғой. Естідіңіз жаңағыдай топ сәйкес ол мамандық шығарып береді, сәйкес келмейтін мамандық шығарып береді. Тоже жаңағыдай Gallup-тың тестін жинап примерно келеді-ау деген профессиялар шығарып береді, және саған сәйкес келмейтін профессиялар тізімін шығарып береді. Ол тоже жаңағыдай басқа мектепке барып тапсырасыз, жібересіз, сосын сізге шығарып береді. И соны өзін шығарған кезде де маған сол плюс-минус өзім жасап жүрген сфераның мамандықтары шықты. Сондай болды да. Мысалы, мен өзім пиарда жасаймын, бірақ маған ең жоғары сәйкес келетін мамандық ол маркетинг болып шықты да. Шамамен жақын туысқан мамандықтар ғой. Примерно солай шықты. Сосын мен де жақсы жарайды. Ары қарай жұмысымды жалғастыра бердім. Мен түсінген бойынша Gallup хобби ретінде алып отырсың ғой, иә? Менде больше хобби, потому что менде андай эксперт болайын, өзім мектебімді ашып алайын, Gallup-тан деген негізі ондай мақсатым жоқ. Мен жай ғана адамдардың менің басымда да болған проблемаларды өздері шешсе екен деген ниет қой, жай ғана. Шынымен қиналып тұрса, мүмкін мен көмектесермін, реально. Шынымен өмір жақсы жаққа өзгерер деген сияқты. Жай ғана көмектесу мақсатында ғана мен солай жазбу жасаймын. Менде бір өзімде мынандай ситуация болып тұрды. Мысалы, маған айтады көбісі, неге сен типа подкасттың ортасында жүргеннен кейін неге дальше сол подкаст алып кетпейсің дейді да, либо өзің түсіресің, параллельно біреуді түсіресің да. И плюс жаңағы нарезка жасаймын ол подкасттардың, и нарезкалар шүкір енді төйтпей кейде атады кәдімгідей просмотр жинап, подписчик жинап кетеді, рекке шығып кетеді, и кейде енді атпай қалады деген сияқты. Не зигзаг сияқты да, получается результат. Өзім осы салада жүргеніме примерно бір қателеспесем 4 жылдай болып қапты. Фия Перезеттен басталды, сосын орта, Нұрадан, Нарикби, в целом сол подкасттардың нарезкасын жасап, и плюс параллельно жұмыс істедім. Тоже андай Шарипов Ұлықбек деген Шоқанның основателімен сол кісінің де жаңа интервьюларын қырқып бердім деген сияқты. И мынандай сезім болады. Мысалы, мен қазір мамандықпен жұмыс істеп жатырмын ғой. Диплом шаң басып кетіп қалып қалмайсың, дипломның да бір жемісін көрейік деген сияқты. Кәдімгі ресми түрде жаңағы статистика ілініп тұрмын да. То есть мамандық бітіргеннен кейін сен ресми түрде мамандықпен жұмыс істеп жатсың. Ал мынау нарезка жасау, подкаст түсіру бұл хобби болғандықтан, и мен былайынан кетіп қалмаймын да бір салаға қарай. Қазір менің ойымша осы адам жан-жақты болу керек деп ойлаймын да. То есть сен де мысалы IT мемлекеттік жерде IT саласында жүрсің, параллельно психологиялық жаңа Gallup-тың разборын жасайсың да. И мен осы нарезкасыз подкаст өмір сүріп көрдім. Отпускке шығып көрдім ше. Бір нәрсе жетпей тұрады ғой кәдімгідей ше. Қолым қышып отырады, шынымды айтсам ше. Потому что основной жұмыстан шығып кетіп көрдім. Былай болды, 40 күндік армияға оқып келгем алдыңғы жылы. И сол кезде барлығынан отпуск алдым, получается. Жаңағы нарезка жасайтын, подкаст істейтін кісілерге ескертіп қойдым, мен осындай 40 күндік кетіп батырмын. Жұмыстан тоже шығып кеттім, мен жаңағы 40 күн оқу алу керек деген сияқты. Потом армияда вообще басқа өмір ғой, получается. То есть сен роботсың, сен только миың приказ келеді, сол приказ бойынша жұмыс істейсің, и сосын саған ойлануға болмайды ғой.
енді армян системасы мүмкін то есть вообще басқа да. И тоже ананы істесем мынау жетпей тұрады, мынаны істеп анау жетпей тұрады, и басың ауырады да получается. Сенде сондай бір ар жақ бер жағын сезім бола ма? То есть сен отпускіге шығып кетесің, мына жақта разбор жасайтасың да, и отпускіден қайтадан келесің да, жұмысқа терең ойланып кетесің, и разбор в общем қалып қояды бір определенный уақытқа, бірақ разборға да тартып тұрады да получается. То есть золотая середина ұстап тұру қиын да, и сол бір кейбір кезде сол жетпей тұратын сезім бола ма сенде? Мен сияқты. Менде бір жақында бір сондай сезім болды, өйткені мен осы ақпан айында өзіме операция жасаттым да, неге денсаулық жағдайыма байланысты. Содан кейін мен андай біраз уақыт, 1 айдай, 2 айдай ешкімге ештеңе разбор жасаған жоқпын, жай ғана жұмысын жасап жүрдім мысалы да. Сол кезде кішкене болды, блин, мен что-то разбор жасамай кеттім ғой деген сияқты ше. Сезім болды, бірақ қатты сезілмейді маған, өйткені мындай подкаст пен жұмыс жасау сияқты менде көп жұмыс емес қой, негізі разбор 1,5-2 сағат болуы мүмкін. Қажет адам өзі жазған кезде менде андай бір гэллоппен күнде разбор жасау деген андай қатты привычка жоқ та. Көбіне өзім жұмыспен жасасам, кейін бос уақытым болғанда адамдар жазған кезде разбор жасап тұрамын. Мысалы айына бір 3-4 немесе 5-6 разбор болуы мүмкін да. Әртүрлі айға байланысты мысалы. Вот сондай болады, но кейде болады енді жаңағыдай, мен что-то бірдеңе жетіспей тұрған сияқты деген сияқты сезім болады. Бірақ ондай ұзаққа созылмайды. Көбіне жаңағыдай разбор жасап, сөйтіп жалғастырып кетсем. Енді жоспар бойынша именно гэллопқа сенде қандай? То есть мен саған примерно өзімнің жоспарымды айтып өтейін, жаңа хобби ретінде. Енді Аллахтың қалауымен аудио подкаст жасап жатырмын, примерно достарыммен жасап көргім келіп отыр. То есть қалай болады, не болады. Если айтпай жүріп кетсе, дальше уже определенный уақыттан кейін видео форматқа көшуге болады деген сөз. И бұны как бы ресми түрде андай қалай айтсам екен, хоббиді профессионал түрде жұмыс қылып айналдырғым келіп отыр да. И айтқым келген сен тарапынан, то есть осы гэллоп қазір енді хобби болып жүр ғой, андай кейде адамдар жазады, кейде жазбайды, и как бы мен оған как бы мұқтаж емеспін деген сияқты. Бірақ сәл бір нәрсе жетпей тұрғандай сезім болады тоже сенде, мен байқағаным бойынша. И осы гэллоп разбор саласын мысалы дальше осы 2-3 жылға бір жоспар қойылды ма осы хоббиге байланысты? Осы сұрақтан кейін деп негізі прям разбор андай гэллопта осылай істейін деген мақсат қоймаппын, бірақ андай өзімде бар да, шамамен осы жылдың соңына дейін осынша разбор жасағым келуші еді деген қалау болады ғой, хотя деген сияқты, сондай бар. Ал бірақ прям ну енді мынандай ойлар болды. Менде мысалы менеджмент организация бизнес оқығаннан кейін, егер болашақта мүмкін PhD оқығым келіп жатса, қазір мысалы оқығым келмейді, өйткені мен ойлаймын, PhD оқығым келсе, ол міндетті түрде жаңағыдай сен толыққанды тұлға болған кезде, андай расымен де бір қажет зат болған кезде оқу керек зат та. Мысалы жаңа айттым ғой, университет бітіргеннен кейін магистратураны оқу үшін оқып алған негізі дұрыс емес, мақсат болу керек та, не үшін оқып жатырмын, ол менің қандай проблемамды шешеді, шынымен мен жұмысқа тұрума, ары қарай өсуіме көмектесе ма деген сұрақтың жауабы болу керек та. Мен енді өткен сол магистратура оқып жүрген кезде ойлайтын, егер расымен де PhD оқып үйренетін болса, мүмкін адам таланттарын жаңағыдай адам таланттарымен менеджментті байланыстырып бір жоба жасап көрем ба деген бір ой бар, бірақ ол енді болашақтың еншісінде. Қазір мысалы нақты айта алмаймын, өйткені қазір алдағы 1-2 жылда PhD оқу деген мақсат жоқ. Бірақ мен ойлаймын, болашақта жаңағыдай белгілі бір жасқа жеткен кезде, сондай қажеттілік пайда болған кезде мүмкін зерттеп, жаңағыдай опростар жүргізіп, байланысын зерттеп көру қызық болушы еді мысалы маған. Шамамен мақсат емес, жай ғана хотелось бы деген зат бұл менде. Сосын өзім бір қарап жүрген кейбір школалар болады, разбор жасайтын, ондай неше түрлі инструменттермен, жаңағыдай тесттер шығарып дегенде айттым ғой, сәйкес келетін мамандықтар деген сияқты. Сондай бір жерде как
командада жұмыс істеп көруді тоже қалаушы едім, бірақ әзірге мен жаңағыдай жұмыспен ондай мен қолым тимейді ондай бөлек прям сол направлениеға кетуге, бірақ типа сол жақта да ойлап көруші едім. Бұл екінші. Үшінші, просто мен өзімнен кейінгі келе жатқан студенттерге, мысалы тіпті дебаттағы өзіміздің парасатқа да мысалы бос уақытым болса сол тақырыпқа жаңағыдай тренингтар беріп түсіндіргім келуші еді. Сондай. Бұл менде бір мақсат емес, мен осыны точно жасауым керек деген, бірақ реті келіп жатса, неге жасамасқа деген сондай бір қалау бар. Ауада тұрған мақсат просто бар, бірақ андай сәл задачалар істеп қойын, сосын барып келем саған деген сияқты ма? Андай ғой, көбірек бос уақытым пайда болса, менде андай негізі разбор жасаған өзінде де сенде өзің андай ресурсың болу керек та, басқа адамға шынымен жақсы энергия бере алатын, сұрақтарына жауап бере алатын. Егер сен өзіңнің жұмысыңмен андай өзіңнің задачаларыңды жабуға энергияң жетпей жүрсе, то разбор жасап мүлдем керек емес. Шынымен де андай да, тіпті мен разбор жасауға уақытты таңдаған кезде андай выходной күндерге қоюға тырысамын, суббота, воскресенье немесе бір праздник күндері ма, когда мен өзім боспын, толықтай ана адамға уақытымды, энергиямды арнап көмектесе алатындай бір сондай зат қой, негізі кез келген затпен айналысқанда андай ниеттеніп айналысқым келді мысалы. Қандай сезім болды сенде разбордан кейін? Сен саған жазды, ой рахмет, әйгерім өте күшті болды, осыдан кейін өзімді басқа қырғыннан танып, в общем, андай положительный отзыв айтқаннан кейін адам, қазір кешірім сұраймын, сөзім бөле тұрайын. Сен кәдімгі адаммен адам сөйлескен кезде, по душам сөйлескен кезде, былай оған ішіндегін шығарып тастайсың ғой. Адам ол наоборот ішіндегін сол қабылдайды да. Сенде реально сен уже психологически жұмыс істеп жатсың жаңағы таланттармен. То есть қатты шаршау деген сезімдер бола ма сенде? Қатты шаршау болмайды, бірақ негізі разбордан кейін шынымен шаршап қаласың. Өйткені айттым ғой, жаңағыдай сен өзің андай ресурсың, энергияңды бересің негізі ол адамға. Өйткені барынша тыңдайсың, барынша көмектесесің, барынша сұрақтарын мысалы ниет етесің ғой, келген сұрақтардың бәріне жауап алып кетсе екен, жаңағы өмірі кетсе екен деген ниетпен жасайсың да. Не так просто, типа, мен ГЛП-ті білем, мен саған разбор жасап берем емес, шынымен ол адамның бір проблемасы шешілсе екен деп ойлайсың. Запросының жауабын алса екен деп ойлайсың. Сондықтан кейде шынымен болады, андай шаршап қаласың, бірақ ол андай қатты шаршау емес, мен қиналып қалдым ғой деген емес. Көбіне андай ішкі қанағаттану сезімі болады. Рас менде мен көмектесе алдым ғой деген сияқты бір іштей қуанасың ғой, күшті болды деген сияқты. Даже условно там видео редқа шықса, жаңағыдай подкасттың обрезкасы, андай іштей қуанасың ғой, қандай күшті деген сияқты. Көбіне сондай сезім болады. Андай өз орныңда болған сияқты болады ғой, бір өз орныңда өзіңе қажетті іспен айналысқан кезде бір ішкі қанағаттану сезімі болады ғой. Менен бірақ шаршау болады, бірақ ол андай бір-екі сағатта өтіп кетеді шаршау. Бір күн қиналып қалатындай емес. Жай ғана там таза ауада серуендеу, тамақ ішу деген сияқты сондай өтіп кетеді. Біздің айдарымыз бар ғой. То есть мен қонақтарға жазамын, сұрақ қой деп. И сол сұрақ бойынша, то есть біз ол сұрақтарды осы подкасттың ортасына таяу жауап бердік ау, менің ойымша. Потому что сонда да қоя салайық, жаңағы гэллоптан кейін самовнушение пайда бола ма дейді. Яғни тест тапсырып болдың, ответ шықты, сол ответ бойынша сен мынандайсың деген сияқты тоже ондай бір үкім немесе бір сенің таланттарыңа, сенің психологиялық патриотыңа печат қойылғандай бір самовнушать етіліп кете ма деген сияқты сұрақ келіпті бір сіздің оқырманыңыздан. Айтып өттім ғой. Негізі ғана адамның шамамен бір 60% ғана табиғатын көрсетті, талантын. Қалған 40% ол бәрібір адамның тәрбиесі, өзінің қалаған арман мақсаттары бала кезінен, қоршаған ортасы, құндылықтары өте көп рөл ойнайды. Мысалы, оның барлығы гэллопта шыға бермейді. Сондықтан мен айтамын, ол жай ғана өзіңмен жұмыс істеуге арналған, позитивті жұмыс істеуге арналған инструмент. Бірақ ол ешқашан жаңағыдай бітті, сен өмірің осы гэллоппен бітіп қалады десіндей утверждение емес. Мен разбор жасаған сайын айтамын адамдарға да, мысалы, осылай болып тұр екен, бітті қатып қалады деп ойлауға болмайды. Ол жай ғана инструмент, сен әрі қарай қалай жақсы қандай бағытта дамытасың,
дамытасың, соған арналған жай ғана инструмент, бірақ ол ешқандай да бір үкім емес мүлдем. Адамдар сол үшін не үшін айтамын, өйткені адамдар ойлап қалмау керек та, менде галоп осылай шықты, бітті осылай. Жоқ, олай емес. Екінші сұрақ, тест тапсыруға бата алмай жүргендер қалай ерте тапсыруға болады депті. Бағана айтқандай, тоже галопты жай ғана галоп тапсыру үшін тапсырып керек емес. Негізі жаңағыдай қандай да бір сұрақты шешеді ма, қазір қандай мәселе уайымдатып жүр, алаңдатып жүр, ішкі бір тревожность болса, сол кезде тапсырған жақсы деп ойлаймын. Жай ғана көбіне айтады ғой, өзіңді танудың керемет инструменті, бірақ адамда андай өзінде внутренний запрос болу керек та, мен өзімді жақсырақ танығым келеді деген сияқты. Сол кезде тапсырса, сол сезім болған тапсырса өте күшті болады, өйткені ол кезде адам андай екі есе жұмыс істеуге ынтасы болады да, мынау менің өмірімде кішкене көңілім толмай тұр, не істесем болады деген кезде адам шынымен жұмыс жасайды ол нәрсені шешуге. Ал жай ғана галоп тапсыру керек, мен сол үшін тапсырдым деген көп жағдайда андай болады да, тапсырады жай ғана, и ол бір жерде жатуы мүмкін, вообще қолданылмайды, шаң басып деген сияқты. Сол үшін қажет кезінде тапсырса өте күшті болады. Қажет деген условно қандай кез болуы мүмкін да, мектеп бітіріп жатыр, немесе мамандық таңдап жатыр, сол кезде өте күшті инструмент болады. 10-11 класста таңдап жатса, мысалы, университет оқып жүр, там стажировка, практика өткісі келеді, бірақ қай направлениеде өткісі келетінін білмейтін болса, сол кезде тапсырса күшті болады. Или там университет бітірдім, бірақ мен жұмыс істеп жатырмын, бірдеңе дұрыс емес сияқты деген кез болған кезде тоже тапсырса болады. Сондай бір не болған кезде тапсыру керек та, сол кезде күшті болады. Иә, мысалы университет жоқ, мектепке түсетін кезде де мысалы мен кішкентайынан бастап білдім да, что мен примерно компьютердің несіне түсемін деп, мамандығына. Потом так компьютер переустановка Windows сөйтіп ашықтап жүргем, сол мектеп кезінде. Потом универге түстім, универден кейін магистрға түсем ба деп едім, бірақ қандай алмай қалғансың ғой. Сосын жарайды дедім да. Енді құдай қаласа андай бір по крупному кетіп жатырмын да, жаймен деп. То есть ол мен өзім болашақпен тапсырып не ететінге отыр. Бізде өзіміздің білсеңіз Жазира деген ханым болашақпен оқитын дебатер танитын бе едіңіз? Сол шабыт берді да, сол жаймен деп дайындалуға. И мендегі осы жоспар, құдай қаласа, оқып келу мамандықпен магистратураны деп отырмын. Енді алдағы сенде мысалы 2-3 жылда қандай целым осы хобби разбордан, галопты разбордан бөлек қандай жоспарларың бар? То есть қандай бір дүниені көздеп отқаның бар ма? То есть мен айтқым келген, мен андайды жақсы көремін да. Примерно бір осы подкаст 2024 жыл түсіріп жатыр. Құдай қаласа осы подкастын әрі қарай алып кетсек, примерно 3-4 жылдан кейін тағы түсіреміз. То есть бұрынғы әйгерім мен қазіргі әйгерім салыстырамыз. Я бір кішігірім бір послание дейікші. Енді алдағы 2-3 жылда негізі андай жоспармен бөліскені қатты ұнатпаймын, мен мынандай жасағым келеді. Бәрі болады ғой, айтып болмай қалатын сияқты сезім болады да. Жалпылама айтқанда, соңғы осы алдағы 1-2 жылда өзіме көбірек көңіл бөлгім келеді. ГВП-тан бөлек деген сұрақ болды, өйткені больше жаңағыдай дұрыс тамақтану, спортпен айналысу деген сияқты больше сондай базовый потребностьтарды дұрыстап алу керек. Базовый потребностьтарымды әлдеқайда жақсартқым келеді, өйткені андай өзіңмен жұмыс жасайсың, ол да бір өзіңмен өзің жұмыс жасаудың бір бөлігі ғой негізі. Бірақ осы соңғы жылда менде жаңағыдай қажеттілік бар да, көбірек осы тамақтану жағын, салауатты өмір салтын ұстану жағы көбірек зерттеп, өмірде практика қолданып көргім келеді. Ал бұрын менде болатын ондай сезім, бірақ ол больше андай болатын да. Бәрі істеп жатыр ғой, мен де істегім келеді деген сияқты болады ғой. Жаңағыдай бәрі галоп тапсырып жатыр, мен де тапсырып көрейін деген сияқты. Бірақ қазір менде ондай емес. Қазір мақсатты түрде өзім үшін жай ғана өзімді өзім сезімім жақсартқым келеді деген сондай бір мақсат бар. Ол прям мақсат, қалау емес, жай ғана. Өзіңмен жұмыс істеудің өзі жұмыс қой, былай қарап отырсаң. Мысалы. Больше сондай мақсат. Екінші қалау, ол енді больше өскім келеді, өзімнің
жұмысымда болсын, жасайтын бағытымда болсын көбірек масштаб болғанын қалап жүрмін қазіргі кезде. Қазір де айналып жатырмын ғой мысалы жұмыстармен өзім. Бірақ мен қазір осы соңғы 1-2 айда түсінгенім, маған әзір масштаб жетіспейді екен да, сол масштабпен жұмыс істеп көргім келеді. Ол қалай мысалы жаңағыдай мысалы гэллап разбор жасап жүрсем, енді больше жаңағыдай айттым ғой, студенттерге тренинг сияқты беріп, пайдамды көбірек тигізсем екен деген сияқты да, ол кішкене үлкенірек қой жай жеке разборға қарағанда. Сондай мысалы жұмыста да бір функционалды жауап жүрсем, соны үлкейткім келеді деген сияқты. Больше жаңағыдай алдағы 1-2 жылда сол масштабты үлкейту деген больше мақсат. Рахмет, алдағы ойлап жатқан жоспарыңа сәттілік. Енді Құдай қаласа примерно осы подкастта тоже жақсы болып кетсе, енді 3-4 жылдан кейін или 2 жылдан кейін кездеседі деген ойдамыз. Осылай. Жоқ, более живой форматта андай нарезка жасап рилс салатындай қойшы. Сол енді шарықтау шегіне келетін болсақ, сіздермен бірге болған Модерн толқын подкасты, яғни бізде подкасты актуалды, заманауи, қазақша осылай темаларды қозғауға тырысамыз. Бізде болған қонақта Ерім Байкен. Бізге тіркеліп, лайк, коммент қалдырсаңыз өте жақсы болады. И біз сіздермен қоштаспаймыз. Сау саламат болыңыздар. Пока. Рахмет, сау болыңыздар.